Қайырлы күн достар. Бүгін біз колледждегі студенттерге тегін тамаққа өтініш қалдыруды көрсетемін. Ол үшін ата-анасының эцпсімен әдеттегідей кіреміз және ең бірінші бетте білім бөлімін таңдаймыз. Осы жерде колледждер бөлімін таңдаймыз және толық нұсқасын көрсетеміз. Қызметтердің толық көрсету деген басамыз және төменгі жерде техникалық және кәсіптік орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарына құжаттар қабылдау дегенді бөлім басамыз. Онлайн сұрау батырмасын басамыз. Мен мысалы қазір көп балалы ана отбасы деген жеңілдікпен тапсырайын деп жатырмын. Мысалы ретінде сіздерге көрсетейін деп жатырмын. Және ол үшін алдын ала көп балалы аналы екенін дәлелдейтін книжка или Каспийдегі социальный ID-ді PDF форматта дайындап алуыңыз қажет. Мүгедектік бойынша болса да құжатын алдын ала PDF форматта, жетім бала болса да алдын ала дайындап аламыз. Және осы жерде үшінші бөлім таңдаймыз. Тегін тамақтандыруға деген, тамақтандыруды ұсыну деген. Және заңды өкілі кімсіз, ата-анасы боласыз ба, ата-анасы таңдайсыз. Және сіздің балаларыңыздың тізімі шығады. Колледжде оқып жатқан балаңыз таңдайсыз. Оның оқып жатқан өңірі, қай жерде оқып жатыр, нешінші курс оқып жатыр, қандай мамандықта, қандай оқу орнында оқып жатыр, барлығы өзі автоматически шығады. Ал мен бұл жерде сіздерге мысал ретінде ғана көрсетіп жатырмын. Және оқыту формасы күндізгі ме, сырттай ма, оны өзіңіз таңдап жіберсеңіз де болады, өзгертуге болады. Оқыту тілі қазақша, орысша болып өзгере береді. Және осы жерде соңғы жағында міне сіз қандай санатпен тапсырайын деп жатсыз. АСБ алушы болса АСБ алады деген справканы енгізесіз. Көп балалы болса көп балалы деген справканы енгізіп PDF форматта. Және соңғы екі галочканы таңдайсыз. Осылай енгізуге болады. Және соңғы жағында екі галочканы міндетті түрде белгілейсіз. Сонда барып файл енгізгеннен кейін жасыл жанады әрі деген. Сосын әрі қарай қол қойып эрцамен өтінішті жібересіз. Өтінішіңіз бір күннен кейін қарасаңыз уже расталды деп тұрады. Ешқандай қағаз жүзінде ответ келмейді. Видеом сіздерге пайдалы болса лайк, комментарий. Сау болыңыз.